Тағылымды тәрбие бала болашағының іргетасы. Қазақтың қара домалақ балалары әлемдік деңгейде ел мерейін асыруда. Қарапайым ауылдан шыққан талай баланың жұлдызы жанып, қабілетімен дарындылар қатарына қосылды. Иә, қай кезде де мемлекет баланың үздіксіз дамуына инвестиция құюды тоқтатпайды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2022 жылды балалар жылы деп жариялауы бұған дәлел. Мектеп партасында отырған әрбір баланы білімді, дарынды, өнерлі және интеллектуалды етіп тәрбиелеу Арыс қалалық білім беру ұйымдарының да күн тәртібінен түскен емес. Осыған орай Арыста таланттың шуағы балалар атты өнер фестивалі өтті. Балалар жылына орай ұйымдастырылған өнер фестивалінің мақсаты баға жетпес дәстүрлі өнерімізді насихаттау, дарынды балалардың өнерін халық арасында кеңінен таралуына қолдау көрсету, талантты өнерпаздарды анықтап, олардың шығармашылық деңгейін көтеру болатын. Дарынды балалармен жұмыс жасау уақыт талабы, ал ізденіс пен талпыныс жас өреннің бағын ашады дейді қала әкімі Гүлжан Құрманбекова. Бүгін керемет мына бүлдіршіндеріміз, жас өспірімдеріміз мына бәрі керемет киініп, дайындалып, осындай фестиваль болады деп, өздерінің өнерін көрсетеміз деп, қанша дайындық жасап жатыр. Кішкентай бүлдіршіндеріміз де дайындалып жатыр. Барлықтарыңыз осындай еңбек жасап жатсыздар. Осы біздің Арыс қаласынан өздеріңіз білесіздер, қанша бүлдіршіндеріміз, жас өспірімдеріміз, талантты жастарымыз шығып жатыр. Оның бәріне біз сіздермен себеп болып, біз көмектесіп, ары қарай таланттарының еңбектерінің жанына көмектесуіміз керек. Сондықтан бүгінгі еңбек жасап жатқан осындай іс-шараға атсалысып, және де осы бүлдіршіндеріміз, кішкентайларымыз осындай қанша жұмыстар атқарып жатыр. Соған алғысым шексіз. Барлықтарыңызға рахмет. Біз мынау еліміз аман болсын, осындай жақсы керемет іс-шараларымыз көп болсын. Біздің өсіріп жатқан бүлдіршіндеріміз, кішкентайларымыз аман болып, болашағымыздың сенімін атқара берсін. Тағы да бүгінгі фестиваль, өнер фестивалі барлықтарыңызға құтты болсын. Рахмет. Әрмен қарай Арыстың талапты да талантты жастары қала әкімінің арнайы алғыс хатымен марапатталып, естелік сыйлықтар тапсырылды. Өнерлі балалар арасында білім, спорт, өнер саласында үздік деп танылған жас өрендер мен облыстық қалалық мәдени іс-шараларда көзге түсіп жүрген дарындар да бар. Өнеріңізі марапатталады. Алғыс хат береді құрметті Әсілбек Ұлжан марапатталады. Момин Сумпи ұжымы марапатталады. Дәл осындай алғыс хат береді. Дәл осындай қала әкімінің алғыс хат береді. Құрметті Форевер Би ұжымы марапатталады. Ерасыл Ережебәди ұлы марапатталады. Сіздерді естелікке суретке түсуге шақырамыз. Марапаттарыңыз құтты болсын. Дәл осындай мәтінде алғыс хат берген құрметті Самархан Есет марапатталады.
осындай қала әкімінің алғыс хатымен құрметті Нысанова Толғанай Мамытқызы марапатталады. Дәл осындай алғыс хатымен құрметті Жайлау Қарағат Қымбатбекқызы марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен құрметті Нарбек Малика Қуатбекқызы марапатталады. Дәл осындай қала әкімінің алғыс хатпен Түлепбай Арыстан Үсенұлы марапатталады. Дәл осындай берекелік алғыс хатпен Қалшораева Дана Бақтыбайқызы марапатталады. Қала әкімінің алғыс хатпен құрметті Асылбекұлы Әбдурахман марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен құрметті Ерсінбек Нұрсұлу Мұратбекқызы марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен Мұртаза Гүлсая Айдарқызы марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен құрметті Әзіретәлі Құдырет Ералыұлы марапатталады. Айта кету керек, балалар өнер фестивалі Арыс қалалық адами әлеуетті дамыту бөлімінің ұйымдастыруымен өтуде. Баланың өнер білімге бейімділігін арттырып, талантын ашатын ол әрине мектеп табалдырығы. Осы орайда қалалық білім бөлімінің басшысы Әшімхан Момбеков те жас дарындарды марапаттан тыс қалдырмады. Данияр қызы марапатталады. Дәл осындай мадақтамамен Жұмабаева Фариза Сембайқызы марапатталады. Құрметті Исламбек Жанерге Мақсатқызы марапатталады. Дәл осындай білім бөлімінің мадақтамасымен Төлен Аяна Мұхтарқызы марапатталады. Құрметті Алым Әлия марапатталады. Дәл осындай мәтінде Әбілжан Бағдәулет Бауыржанұлы марапатталады. Құрметті Сапарбекұлы Олжас марапатталады. Білім бөлімінің мадақтамасымен Әсілхан Ержан Маратұлы марапатталады. Абдуәли Аянат Жақсылыққызы марапатталады. Үсен Мөлдір Әсілбекқызы марапатталады. Нұржан қызы марапатталады. Дәл осындай мадақтамамен Дүйсехан Інжу Ділдехан қызы марапатталады.
Дәл осындай білім бөлімінің мадақтамасымен Қуаныш Меруерт Ерлан қызы марапатталады. Махамбетияр Жәудір Алмат қызы марапатталады. Дәл осындай мадақтамамен Жанат Нұрай Нұрлыбай қызы марапатталады. Жұман Айдана Марат қызы марапатталады. Дәл осындай мадақтамамен Ниязбек Кәусар Ғалымжан қызы марапатталады. Серікбай Фатима Марат қызы марапатталады. Тұрсынбай Рамазан Көзжанұлы марапатталады. Дәл осындай білім бөлімінің мадақтамасымен Қадыр Нұрали Қайыпназарұлы марапатталады. Сондай-ақ шара кезінде өнерпаз балалар ән мен биден шашу шашып, өз өнерін көрерменге тарту етті. Жансая Бейсенбайқызы, Сұңқар Бакиров, Арт ТВ жаңалықтары.